Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютер кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері. Информатика кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері. Жалпы қауіпсіздік талаптары. Мұғалімнің рұқсатынсыз құрал-жабдықтарды орнынан қозғауға, сымдарға, розеткаларға тиісуге тыйым салынады. Мұғалімнің рұқсатынсыз сыныпқа кіруге және сыныптан шығуға болмайды. Мұғалімнің рұқсатынсыз сыныпта жүруге болмайды. Дербес компьютерде су киіммен және су қолмен жұмыс істеуге болмайды. Корпусы мен сымдарының бүтіндігі бұзылған дербес компьютерде жұмыс істеуге тыйым салынады. Үстелге дербес компьютердің жанына сумка, портфель, кітап қоюға болмайды. Үстелде тек дәптер мен қалам ғана болуы керек. Пернетақтаның үстіне ештеңе қоюға болмайды. Компьютер сыныбында жүгіруге, ойнауға, жолдастарының көңілін қажетсіз аударуға, бөгде жұмыстарды істеуге тыйым салынады. Дербес компьютермен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Электр есептеуіш машинасында жұмыс істеген кезде көздің экранның ең қолайлы қашықтығы 60-70 см болуы керек. Яғни 60-70 см сақтауымыз керек. Мүмкін қашықтық 50 см. Яғни мүмкін болған жағдайда 50 см сақтауымыз керек. Және де келушілер кіргенде оқушылардың орнынан тұруының қажеті жоқ. Яғни орнымыздан тұрмай-ақ амандасуымызға болады. Көз талғанда немесе шаршағанда орнынан тұрмай көзді демалдыратын бірнеше жаттығу орындау керек. Оқушылар электр тоғымен зақымданғанда алғашқы медициналық көмек көрсету әдістерін, өрт сөндіргішпен жұмыс істеу және өрт сөндіру әдістерін білуі керек. Оқушылар көзді демалдыру жаттығуларын білуі керек. Және де бұл жерде балалар компьютер алдында қалай дұрыс отыру керек, яғни суреті көрсетілген. Бірінші біз басымызды тік ұстап, омыртқамызды тік ұстап отыруымыз керек, яғни иығымызды еркін, және де арқа түзу және тірегі бар, яғни орындыққа арқамызды тіреп отыруымыз керек. Және де саусақтар мен білек бір сызықта орналасқан, тізе тік бұрыш болып бүгілген болуы қажет. Және де аяғымызды түзу қойып отыруымыз керек, себебі аяғымызды қисайтып отыруымызға болмайды. Аяғымызды қисайтып немесе бүкірейіп отырсақ, яғни омыртқамыз солай қалыптасып кетуі мүмкін, яғни қисайып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде түзу отырып қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Және де жұмыс материалдары оқушының алдында орналасқан болуы керек. Және де дымқыл қолмен компьютер құрылғыларын ұстауға болмайды. Себебі бұл өзіміздің өмірімізге зиян болып табылады. Яғни су қолмен немесе дымқыл қолымызбен, ылғал қолымызбен біздер компьютерді немесе информатика кабинетіндегі тоқтарды ұстайтын болсақ, яғни бұл өмірімізге қауіп төндіруі мүмкін. Сол себепті осы сақтық шараларын, қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтауымыз қажет. Егер информатика кабинетінде өрт бола қалған жағдайда тез арада мұғалімге хабарлау керек. Яғни информатика кабинетінде мысалға күйіктің иісі шыққан жағдайда, немесе басқаша иістер шыққан жағдайда, және де өрт болған жағдайда міндетті түрде мұғалімге хабарлау айтуымыз керек. Және сыныпта өрт сөндіру құралы міндетті түрде болуы керек. Оқушылар компьютер алдында ұзақ уақыт жұмыс жасағанда, қолымыз талып шаршағанда қолға арналған жаттығулар жасауымыз керек.